Сәлеметсіз бе оқырман? Менің есімім Айғаным Болатқызы. Мен Асқат Садырбайдың экс-әйелімін. Баламның әкесінен бірге тұрғанда қорлық көргенім рас. Әлі де ол кісі менің мазамды алып, балаға таласып, сотқа сүйрейді де тұрады. Сіздер білер-білмес, басымнан қаншама сот өтті. Бала сотынан бөлек қаншама соттар болды. Мен сұхбат беруге мәжбүр болдым. Осы сұхбат журналистерге беріп едім. Оны өшіргізіп тастағандар да рас. Себебі Асқат сол саланың адамы болғандықтан іс-шара қолданған. Айтпағым, Асқат өзі секілді адамдардың өмірін талқылап, таң қалып рөл ойнап отыр. Өйткені өзінің бір басына жетерлік асып түсер зұлымдығы да жетеді. Салтанаттың жағдайынан кейін мен Асқаттан кеткеніме қатты қуандым. Бір Құдай сақтап қалған екен. Менің ішімнің ашып, жанымның қатты ауыратыны ол мені қорлады. Бүкіл өмірімді видеоға түсіріп, ар-намысымды қорлап, тасталқан етті. Сұхбатта айтылған деректердің барлығы тіркелген сотты. Мен ішімдегі осы бір шіріген дүниеден құтылғым келді. Менің осыншама өміріме салмақ, денсаулығыма, көңіл күйіме, денсаулығыма қатты әсер етті. Басынан сот артылмайтынына, тыныштық бермейтіні мен шаршап кеттім. Сіздерден көмек сұраймын. Асқат Садырбай мен тыныштығымды берсе деймін. Баламыз екеумізге тыныштық берсін деп тілеймін. Сіздерден көмек сұраймын. Рахмет үлкен. Бірақ бұл шиеленісіп кетті. Бұл мәселе ол өзінің жол апатына түскені емес екен. Өзінің мінезі сол болғандықтан соңғы осы түйгенім ажырасқаннан кейін ол адамға бір әйел заты керек емес екен түсіндім. Балаға қайта-қайта жүгірген сайын тек бір бала әйел туып беру керек сияқты қарайтын. Отбасылықта біз мүмкін ол өзінің саласына мықты шығар, ал отбасыға келгенде ішкі отаны шикі болып дұрыс болмай жатқанда бір елге айтып жатқаны маған да бір сәйкес емес та өміріме. Ондай адамды мен қабылдай алмадым. Мен өзім секілді түзу ойлайтын азамат деп ойладым. Бізде бір дұрыс болған жоқ қой, ешқандай күліп өмір сүру. Менің арманымда қалды оның бәрі. Ол жаңа салып жатты ғой өзінің парақшасына, Айғамның бір арманы орындалды деп. Менің ешқандай арманым орындалған жоқ. Арманыма ол балта шапты. Мен бір отбасылы болып, сол бір ер азаматтың қолын ұстап, бақытты күй кешуді ұстап қалсам деп бір 5 жылымды өткізіппін. Ал осы уақытқа дейін баланы туғаннан кейін де шиеленістер көбейген соң мен кетіп қалуым керек екен. Көзім ештеңені көрмеді ғой. Енді сіз қазір айтып жатсыз ғой, көбінесе сотқа бергендегі себебі сол бала мәселесі, өзіне алып қалу, өз қолына алғысы келіп тұр ғой баланы, менің түсінгенім. Қайта сотқа сүйреу деген нәрсенің өзі осы өтірік әңгіме екен. Нұрболат мырза, сіз куәгерсіз. Осыны айтып өтсеңіз, қандай сот болды және ол сот қалай болды және соттың шешімі. Баламен кездесу уақытын белгілеу. График общения дейді орысша. Кездесу уақытын белгілеу ғана біз бердік. Алып қою, я болмаса жаңағы баланы тұрғылықты мекен-жайын сізбен анықтау емес. Біз анықтауға да құқығынан айыру деген жағдай болмады. Біз тіптен баланы тұрғылықты мекен-жайын Асқат Садырбаймен анықтау деп бере аламыз тіптен. Олай қылып бере аламыз. Мен ұсыныс жасағам, бірақ Асқат мырза жоқ, керек емес. Анасында бола берсін, жарайды. Мен таласпай-ақ қояйын, бірақ керекті уақытын белгілеу ғана деп айтты, сосын жарайды. Тіптен бере де алады оны. Бере де аласыз. Өйткені ол да сіздің балаңыз сол себептен. Менде құқығым. Бірақ біз
аналық құқығынан айыру және жауапкершілікке тарту бойынша арыз берген жоқпыз. аналық айыру емес, аналық құқығын, яғни сізбен Асхатпен анықтау, тұрғылықты мекен анықтауды берген жоқпыз. Тек қана графикті бердік, соған қарамастан. Ал енді мен баланы тартып алу бойынша, баланы өзім атыма алу бойынша арыз берсем, онда олар сот кабинетінен көре алады ғой, дұрыс па? Оны көре алады, яғни баланың тұрғылықты мекен жайын сізбен анықтау бойынша. Яғни тұрғылықты мекен жайы Ол сот кабинетіне түседі, сот арыз түседі, талап арызда түседі, көрсету көруге болады. Көруге болады. сонда Асхаттың ой пікірі бойынша шын мәнінде егер сондай болатын жағдай болса халық көре алатын еді ғой, бірақ ондай болмады деп айтқысы келіп тұр ғой. Иә, мен тіпті ең сорақысы ерке ғана емес, айғаным да маған Асхат қол көтерді дейді. Қолымды қанауға дейін жеткізді, көзімді шығарды дейді. Көзімді ұрғаны рас, ол қазір ол мойындамай отыр. Ол себебі ол сотқа сол дер кезінде мен барған жоқпын. Себебі мамасы екеуі мені ұстап отырды. Іс жерде істемейді больница, понедельник күні алып барамын, телефонымды алып қойып, үйді кілттеп, сөйтіп қойып отырған. Ол кезде мен адамның жаны көзіне көрініп отқанда көзімнің қатты бір ұрылу, әшейін жай бір қолдан жұдырық емес, қатты затымен ұрған кезде көздің ішін бәрі жаңағыдай мына жерде жазылып тұр, гематома, жаңағы контузия, көздің қанталау, көздің ішіне ол өзінің аяқ киіммен, қыстық етігімен аяқ киіммен ұрды. Ол сол кезде көздің құдайға шүкір көз орнына келіп не істеді, тексеріліп. Сол уақыттарда менде қазір қаралған нелер. Бір күйеудің екі әйелі де бір нәрсені айтып отыр. шын мәнінде де мен сондай адамның қолын кесетін, көзін оятын қаншер болсам, онда заң алдында мен жауап беремін. Бар екен, сол уақыты бойынша бір ұрылған міне сильный удар деп тұр. Сол кезде бір 8 күні болса, сол күні 2 күн өзім жаңа сұхбат айтқандай, 2 күннен кейін өздері апарды, міне 11-і өзінің номер очередь тіркеліп тұр, өзі апарды. Бұл қайдан, қалай пайда болған іс? Оны өзінен сұрау керек шығар. Не болған, қалай болған білмеймін. Білмейсіз бе, әлде ұмытып қалдыңыз ба? Жоқ. Қоятын жай таппай тұрмын, өзім қолымды ұстап тұра берейінші. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Сот процесінен шықты. Біз жарты сағаттай күтіп қалдық. 12 сағат 1-ге дейін ба, 1,5 сағаттай созылды. Ол жерде Асхат Садырбайдың 2 өкілі қатысты. Біз Тілеужан аға өзінің өкілімен қатыстым. Бізде сот процесс бірінші басталғаны бүгін болды. Ендігі сотты 20 мамырға қойды. Егер біздің мәселе олардың жауабына қарай, бізде өзіміздің нұсқамызды, жауабымды айттым. Сотты ашық сот дегенмен олардың тарапынан, Асхат Садырбайдың тарапынан және өкілдердің тарапынан ашық болмасын, бұл отбасылы, бұл біздің беріп отқан себебімізде осы ғой, жабық болсын деп өтініш білдірді судьяға. Енді судья бізді тыңдады, біз айттым, қайдағы отбасылық мәселе болып тұрған жоқ, бұл уже социальный сетке кеткен нәрсе. Бұл ашық сот болсын деп сұрадым. Сосын өтінішімді тікелей эфирмен қоссам деп едім, сіздерге көрсетейін деп. Бірақ судья олардың тарапы мен біздің тарапты екеуді ішінара қанағаттандырып, жартылай ашық сот болатын болды. Енді білмеймін қалай болатын ол. Жартылай дегенде ендігі сотта біздің тек қана өз тарапымызды ғана сотта көрсетеміз, сотта өзімізді ғана түсіреміз, оларды түсіруге болмайды екен. Солай болды. Маған даже тікелей эфирге шығуға да рұқсат берген жоқ. Айтайын дегенім, бұл жерде Асхаттың өзі қатысқан жоқ. Асхат өзі неге қатыспады десе, ауырып қалдым дейді, белгілі себептермен ауырып қалдым. Тура сот кезінде ауырып қалады екен. Негізі ол келу керек еді, қатысу керек еді. Қатысқан жоқ, 2 адвокатын жаңағы соған сөйлеттіріп қойып отыр. Бізге енді бітімгершілікке келсін деп
судьяның өзі бітімгершілікке келсін деп біздің тарап біз келісіп отырмыз. Мен социальный сеттен жаңағы источник мен таратып отырмын. Сол өшірсін, осымен бітсін. Бірақ біздің де талабымыз келесте Асқат бізді соттамасын деген талап айттым. Екінші, мені сотпен мазаламасын, мен парақшамнан өшіремін деп, мен бітімгершілікке мен келіп отырмын, қыз басым мен. Ол жаңағы бұл жалған деп айтсын деген нәрсемен келіспей тұр, бірақ судья оған уақыт берді. 20-сына дейін уақыт берді, бітімгершілікке кел. Жаңағы өзіңнің арызыңды ал, Қорабаева Айғанымды соттама, ол өз парақшасына өшіреді. Солай жазсын елге. Ол намного екі жаққа да дұрыс деп шешкен еді, жақсы деп, ортада балаларың бар деген. Бірақ енді біз күтеміз ол жақ тарапын. Екінші тараптар қандай шешімге келеді, қандай болады, алдағы уақытта көре жатарсыздар. Егер ол келіспей жатса, ары қарай дальше біз соттасуға дайынбыз, соттасамыз. Енді мен өзімді қорғауым керек, балам үшін. Ортада балам өсіп келе жатыр ғой. Менің бар тілеуім, баланы жаңағы көрсетпейді, баланы мен көріп жатқан жоқпын дейді. Баланы көрімес, мені Асқаттың сторисінен көріп отырсыздар. Шу қаласына барып, бір баламен әйтеуір үйіне барады, Меркідегі қыздарды білем, Меркіде үйіне қонақ болады. Зейінге бір келіп кету, Меркінің тіпті Ақтоған ауылына баланы көрмесе де, бала 5 күн мектепте таңнан кешке дейін мектебіне де бір барып жатқан жоқ. Бірақ мен оның келсін әке деп бұрынғыдай жасағым келмейді. Менде ол блокта, мен оны ашпаймын, себебі ол провокация жасап сотқа өткізеді екен. Менің сөздерімді өзгертіп, WhatsApp-тағын жіберіп, типа баланы көрсетпеді деп, ол маған жала жабады екен. Сондықтан мен оны жауып қойдым, ол маған қауіпті адам деп. Ол тек жаңа бала қазір мамамның қасында, мамамның WhatsApp-ы ашық, баланы қашанда көрем десе, ол шектеу жоқ, ол алдыңғы сотта да айтылған. Мен соттың тарапына, соттың шешілген шешіміне орындамайды емес, орындап, барлығын жасап жүрген адамын. Қыз басым мен. Соны айтқым келеді. Бірақ бұл баланы жаңағы не дейді, бір құдаяу әйел құсап. Мен деген мынау ұрсып қаламыз, кішкентай бала құсап, Айғанмен ұрсып қаламыз, сол үшін мен баланы көрмей жүрмін деген. Не сылтауым ана жерде, бетімді ұстарымды таппадым ол жерде. Не үшін беріп жатыр дегенде, ол алдында мен сұхбат бергенімде бүкіл менің абыройымды айрандай төкті, сол үшін мен Айған жалған деп айтсын. Мен өзімнің көзімнен ұрылғанын, қолымның жырылғанын бәрін өзім қолдан жасап алмайтын жарым. Соған ол жоққа шығар, чтоб елдің алдында менің абыройымды қайтын алып алым керек дейді. Здрасте, сен абыройыңды халықтың емес баланың алдында ал деген келеді. Оның бәрін айттым, ол жерде өзі де естіп тұр, ол бәлесін қуғой, осындай кезде өзі келмейді сотқа, екі адвокатын әйтеуір, не болсыңдар, оңдар деген сияқты айдататып қойып отыр. Негізі беті жүзі ашық болса, шындық деп шырылдайтын болса, абырой керек болса, өзінің беті түзу ашық болатын болса, келу керек еді. Келген жоқ. Енді мен әйел адамы болғандықтан, мен даже Анна сұхбатында, алдыңғы екінші сұхбатта, мен даже бітімгершілікке байқасаңыздар, сол қайтадан Анна Данченкоға берген сұхбатта, мен қыз басымен кіші болып одан, мен даже бітімгершілікті жасауды сол кезде айтқанмын. Достасайық, Асқатқа қарап не айтасың дейді, достасайық деген кезде, достасайық дегенде бала үшін достасайық, соттаспайық деп айтқанмын. Оны ұқпаған адам мына сотта оғат деп айта алмаймын. Сонда сіздерге мен түсінікті жеткізген секілдім. Келген жоқ ол сотқа, екі адвокатмен келді. Бірақ біздің тарапынан мен барлығын белгіледім, социальный сеттің барлығына жаңа келіңіздер деп, ашық сот болсын деп. Себебі менің өтірік емес екенімді шырылдап атқаным үшін мен өзімді қорғаймын, барлық жерде айтамын, қағаз бойынша сөйлеймін. Бірақ менің бір қателігім, мен сот кезінде соны әкесі ғой деп, мамасы екеуі мен телефон бермей қойғанда көзім ұрылған кезінде сотқа жүгінбегенім, қолым кесілген кезде сотқа жүгінбегенім, оның адам ғой, адамгершілігі бар ғой деп мен кешіріп келгенім үшін кінәлімін. Кешіріп келгенім үшін мен айыптымын да.
кешірмеу керек екенмін. Сіздерге алтын сырға мен әлі де айтып келемін, өмір бақи айтамын. Ерлі зайыпты тұрып жатсаңыздар да, қанша жерден күйеулеріңізді жақсы көріп, отбасын сақтап қалғыңыз келіп жатса да, өздеріңіз үшін, бұрынғы заман емес, өздеріңіз үшін сотқа тіркеңіздер. 102 шақырылды ма? Тіркеп қой. Құдай сақтасын, күйеуіңіз сотталып кетпейді. Аяғыңызға жалынса да тіркеп қойыңыз. Менің қазір шырылдап айтып жатқаным кеш болмасын. Сіздерге айтайын. Айтқаным осы. Бұны сақтап қояйын. Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Бұл жерде абыройды бүкіл халықтан емес, баласының алдында абыройын сақтау керек еді. Ондайға қол жетпеді ма? Дұрыс әке бола алмады ма? Біреудің өміріне қол сұғушылық болмау керек еді. Бұның барлығы бала сотынан басталып отыр. Жаңа адвокаты сөйлеп отыр. Не дейді? Баланы алу емес қой деп ежіктеп тұр. Алу емес қой, баланы бұл сөйтіп бұл баланы алып, тартып алып деп айтып жатыр дейді. Соны айттым да, здрасте, сіз деген бала сотының алдында қатыстыңыз, сонда сіз бүкіл екеуміздің 2020-дан бері соттасып жатқан баланы алып қашу жағынан сіз хабарсыз болғансыз ба? Сонда қалай сотта сіз өтірік отырғансыз ба алдыңғы сотта деп. Енді біраз нәрсе айтылды ол жерде. Енді кеше мен өзімнің парақшама салдым ғой, сторисімді, бір әйел, сенің жырың бітпеді ма, сен қатының дейді. Сол үшін сіздер сияқты әйелдер бар ғой дедім да, ойымды айттым да, негатив жазасыздар ма, шығып кетіңіздер. Бұл менің жағдайымда болып жатқан жағдай. Мен шырылдап жатырмын, менің өмірім. Даже сіздерге де айтып жатырмын да, мен кеңесімді айтып жатырмын, опық жеп қалмаңыздар деп. Енді ғой, енді қозғалып жатыр да бұндай нәрсе. Менің кезімде кім қозғалды дедіңіз? Ешкім қозғалған жоқ. Сосын жаңағы Руслан Өтепбайдан басқасын бәрін белгілемей қойыңыздар. Руслан Өтепбай мырза в курсе, ол білет, бұның барлығын көп тағы да 1-2 жыл аттарын атамай қойын, білет. Қалғандарын белгілеп әуре болмай қойыңыздар. Мені қолдап шығатын бірінші болып шырылдайтындар, мен декабрь айында менің сұхбатым шыққан кезде шырылдап парақшаларына ашық түрде салатын еді. Так что анаған көмектесіңіз, айғаныма көмектесіңізші деп жалынып, ешкімнен сұрамай қойыңыздар. Мен өзім шығатын жерде, сұрайтын жерде сұрап, өзім жазып жатырмын. Міне Тілеужан аға бар, адвокат, Анна ханымға мен ерекше рахметімді айтам. Осы сот біткеннен кейін де, Тілеужан аға да осының бәрі біткеннен кейін де рахметімді айтам. Ол кісілер сондай қорықпай менің ісімді алып жатқанына. Түсіндіңіздер ғой, қысқасын айтқанда сақтап қояйын. Сот оңай емес, ана жерде дірілдеп кетесіздер сөйлеген кезде кәдімгідей. Әрине мен ашуландырып, баласының анасы ретінде көрмей тұр, ол тек қана абыройын ойлап тұр. Былай қарап отырсам, абыройды маған дейінде шашылып қалған абырой. Керісінше мен алған кезде абыройын жинаған болатын. Білесіздер ме сіздер соны? Мен алған кезде абыройын жинап алған болатын. Наоборот, рахмет айту керек маған. Наоборот, менен кешірім сұрау керек. Осыншама өмірімді қорғылып алып, түк болмағандай, дым болмағандай, бала соты болып отырып, дым болмағандай үйленіп алып, мен оның бәрін даулап атқан жоқпын. Қазатын болсам, әйел адамның ашынғаны жаман. Бұл жерде мамасы болсын, басқасы естіп болсын, мамасы именно куә ғой, менің көзімнің ұрып атқанда сол кісінің кесірінен де болған. Мен айтам, өлгенше айтам. Ол кісінің аяғы көрге жақын деп айтады ғой. Мен жамандық тілемеймін, бірақ мен өмір бойы айтып өтемін. Себебі ол кісі куә, менің көзімнің ұрылғанына бәріне куә. Ортада отырып, шағыстырып, итімізді шығарған. Айтам, мен өлгенше айтам. Сіздер енеңді бүйтіп атсайды, айтамын. Мен уже жаным ауырып кетті, шындығымды жоққа шығарып, мен өз-өзімнен өз-өзім көзімді ұрып алып, өзім жасап хайп жинамаймын. Сосын айтып жатыр адвокаты, көріп отқан шығар қазір, адвокаты да. Бұның бәрі енді сол үй үшін талап не отқан ғой. Маған керек, маған салса үй де керек емес, маған ештеңесі де керек емес, алимент те керек емес еді. Просто ол жерде сотта судьялар жаңа не де айтады, ол алимент баланың мүддесі, баланың құқығы, сен оны баладан айыруға құқығың жоқ дейді. Жарайды болыпты, бала үшін, мен үшін емес. Маған ештеңесі керек емес болған, сөйтіп кеткен адамын. Просто мен жанымды ауыртып жүргеннен кейін мен шықтым, ашынып кеттім сіздердің алдарыңызға, тыныштық берсін дедім. Міне әлі де бермейді тыныштығын, әлі де арызын алып алса болады деді. Ашық сот деген кезде уже қорқу керек еді, абыройым керек еді ғой, қой мен елдің халықтың алдында жүрген соң абыройым былай шашылды, мен тағы шашылмасын деп ақылы бар, санасы бар ер азамат солай алып қалу керек еді. Мен тез сөйлейтінде шошымаңыздар, себебі мен былжырап отыратын қыздардың қатарынан емеспін, ойымда тұрған нәрселерді тақ-тақ айтатын адам. Енді қаншама енді осы нәрсе басымнан өтіп келе тұр ғой, менде точкасын қойғым келеді.
осындай нәрсеге кеткен адамды түртіп отыр, не табады. Мен қайта кеттім ғой, сен құйрығыңды қысып кетуің керек еді. Мен баланы алдым, мен басылып қалдым, сен соған шүкір етулерің керек еді отбасыларыңмен. Мен баланы алып қалдым, мен сол кезде шырқырап, менің артынан бір Перизат деген бір журналист қыз аңдып жүрген болатын. Айғаным сұхбат беріңізші деп 2020 жылы. Мен берген жоқпын ғой, санаммен, ақылмен берген жоқпын. Сол кезде құйрықтарын қысып, өзіңмен өзің кетуің керек еді ғой. Өз-өзіңнен кетпеген соң осының бәрі болса былық болып отыр. Кішкене мына жерде жұмыс істету керек, халықтың алдында жүргеннен кейін менің жыныма тие бермей. Мен міне қазір осы келе жатырмын ба, мен енді қоймаймын, мен енді. Ертең зейін өсет, үлкен болады зейін. Сен сол зейінмен соттасайын деп тұрсың өз балаңмен. Балаңның бетіңе түкірмесе. Шошыма. Сондықтан осы жерде мен жаным ауырып кетті. Ол наоборот бір қыз кейпінде отырған құсап. Менің өзім абыройыма, менің неме жаңағы жұмыс орныма келтірді. Мен оған ештеңе келтіріп жатқан жоқпын. Мен баланы алып аламын деген жоқпын. Просто кездесу тәртібін қойып жатырмын дейді. Бұл уже бастамасы баланы өзіне қаратып алып, баланы өзіне алып кету жағын ойлап отыр бұл. Ашынса, әр әйел ашынса тауға апаратыны рас. Зейінге де айтамын всегда. Сен үшін мен тауға апарамын деді, бүйтіп айттым Зейінге. Сені менен кішкентай кезімнен ажыратты, шешесі екеуі. Кеше мен ұйықтаған жоқпын, түні бойы ұйықтаған жоқпын. Көз алдым ана пойызда алып қашып баратқандар есіне кетпейді ғой. Отыра қалып жылағаным қар. Шешесінің сөзі қарап отырса бар ғой, осы менің ешқашан кешірмеймін, шешесін де өзін де кешірмеймін, ешқашан кешірмеймін. Бірақ келмей-ақ қойсын, олар өзге көктері өздерінің нан піскен ғой. Бірақ мен кешірмеймін ешқашанда. Солай қалады. Баламен сынады. Кетсем кететін едім, абыройы өздерімен қалатын еді. Бастарыңызға түспесін. Шыққаннан кейін де мен де осын сөз тасып, анау-мынау керек емес. Мына заманда әйелді жылатқан ер адам оңбайды деген нәрсе бар. Айтарым сол, ренжімесіздер, сақтап қоям, шығам. Өз жерін таппай қалдым мына жерден. Выйти деген қай жерде тұр?